Сәлем қайырлы күн достар. Алдыңғы видеода дәл осы моторды осы жеріне шейін шешіп келгенбіз. Бірталай дүниелерін айттық. Енді бүгін осы ауыстырған шештерналарды қайтадан салатын боламыз. Зажиганиясын қайтадан әйбеттеп реттейміз. Бұл зажиганиясын реттеумен бірге бұның клапанын да қай кезде реттеу керек, ол да өте маңызды. Онда тағы айта кетеміз. Толық барысын көрсетіп отырып, бізбен бірге болыңыздар. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне мынада алдындағы видеодағыдай мына нөлді кішкентай шештернадағы нөлге туралаймыз. Міне екеуін бірдей нөлге тураладық. Кішкене пружинасын салып алайық. Енді мына сальнигі салайық. Мына сальнигі 34-57 деген сальник. Енді салынатыны мына магнит. Бұны дәл осы тұрған күйінде қозғалмай салсақ, бәрі жақсы істеп тұр әзір. Енді мына жер сальникке кіргеннен кейін мына аралықта белгілі дәрежеде май тұрады. Мына қуыста осы жеріне дейін, яғни мына астыңғы қуыс дәл осы жерге дейін 100 грамм, 150 грамм май осыда үнемі тұрады бас сайын. Сіз май төккен күннің өзінде де осы май осы жеріне қалады. Ол майдың қалуындағы себебі осы мына жердегі баспа желініп кетпеу үшін. Астыдағы май қайта өрлеп, қайта құйылғанша мына жердегі баспа қызып кетпеу үшін бұл май үнемі бұл жерде тұрады.
Енді бұған косы, поршны, келісін барлығын жаңадан салатын боламыз. Косыны салу туралы арнайы видео түсіргенбіз. Бұны енді нақтылап көрсетудің қажет жоқ деп ойлаймын. Ең алды мына тор көсін сабаламыз, майдың көсісі. Одан кейін сол майдың көсін екі жағынан ұстап тұратын мына кішкентай жұқа көсілер. Мына екі косыны орнын ауыстырып салмаңыздар. Енді бұл кейбір поршынға екеуі орнына ауысып салынса салына береді. Кейбіріне орнына ауысып кетсе түспей қояды. Одан кейін мына поршында косыларда жазу бар. Сол жазуын үстіне қаратқандарыңыз дұрыс. Косыны міндетті түрде майлап алыңыздар. Мына фотолканы ұстайтын темірді біреуін міндетті түрде тағып алыңыздар. Менің өзіме солай ыңғайлы. Мына астыңғы екеуін тағып алдым. Бұған да міндетті түрде май жабысау керек. Жаңа кос поршын келісімен айырбастағанда міндетті түрде прокладкасын да айырбастап жіберіңіздер. Әрі прокладка олардың өзімен бірге сатылады. Кос поршын келісімен бірге алсаңыздар, ішінде міндетті түрде осы екі прокладкасы болу керек. Мен алдында мына жағын әйбеттеп тазалап қойғанмын. Бұл жерде де ешқандай прокладкалардың қалдығы қалмау керек. Содан кейін мынаны бірден осы
ашық тұрған кезде салып алғандарыңыз өте ыңғайлы. Енді әзіргі кейбір мотоциклдің колесылары тіптен өте жіңішке. Моторға өткізіп салу өте қиын деп айтуға болады кейбіреуіне. Кейбіреуінің колесылары майысып қалады. Мен өзім майыстырып аламын, енді оны алғашқы салған адам әрине міндетті түрде майыстырады ондай колесыларды. Колесының жіңішкелігі сонша. Сондықтан көбінесе осылай салғандарыңыз өте ыңғайлы. Тек мына жерден цилиндр өтетіндей еркін қалса болғаны. Цилиндрдің басына байлап алған дұрыс.
Моторды негізінен құрап болдық. Енді бұл барыста майды міндетті түрде төбесінен құйғанымыз дұрыс. Енді май құймас бұрын алдымен астыдағы фильтрін бір рет тазалап алайық. Мына астында 24-пен шешілетін мінекей мынандай фильтр болады. Фильтрін мотор құраған кезде міндетті түрде тазалап барып салғандарыңыз дұрыс. Мынаның фильтрі негізінен таза екен. Бұл фильтрді үнемі май ауыстырған сайын тазалаудың қажеті жоқ. Жылына бір рет не болмаса 3-4 рет май ауыстырғанда бір рет тазалап қойсаңыз да жеткілікті. Міне мынау астындағы май түсіретін болты. Астын қатайтып болдық. Астыңғы болттарды енді майын қояйық. Жаңа мотор құраған кезде майды міндетті түрде осы төбесінен құйғандарыңыз дұрыс. Өйткені алдындағыдай айтқандай, мына жерде белгілі дәрежеде май тұруы керек. Ол май тұрмайтын болса, мотоцикліңіздің жаңағы шарылдағына әсер етеді.
негізгі моторды құрап болдық. Видео ұнаса қолдап достарыңызбен бөлісіңіздер. Міндетті түрде каналға жазылып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.